Қазақстан мен Жапонияның арасы жақындай түсті. Токиода өткен Ұлы Дала елі концерті мен Ақтастағы Ахико спектаклі көрерменнің көңілінен шықты. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ драма театры ұжымының күншығыс еліне алғаш гастроль сапары сәтті өтуде. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы шараны өткізуге еліміздің мәдениет және спорт министрлігі мен Жапониядағы Қазақстан елшілігі қолдау көрсеткен. Токиолықтарды тебіренткен мәдени шара жайлы тілші әңгімелейді. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының құрылғанына 92 жыл болды. Бұл өнер ұжымының осы уақыт аралығындағы Токиоға жасаған алғашқы сапары. Қойылым басталар алдында көрермендер ұлттық құндылықтарымызды танытатын көрмедегі құнды жәдігерлерімізбен танысты. Рухани жаңғыру бағдарламасы бүгінде бізге әлемге шығып, мәдениет арқылы байланыстар, қарым-қатынастар орнату мақсатында жұмыс істеуге үлкен ықпал жасап отыр, үлкен мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан да мен өз кезегімде елбасымыздың осы рухани жаңғыру бағдарламасына және бізге үлкен қолдау көрсеткен мәдениет және спорт министрлігіне республикамыздың үлкен алғысымды білдіргім келеді. Жоспарланған уақытта қойылымда басталды. Залда бірде-бір бос орын қалған жоқ. Шынайы оқиға желісіне негізделген Ақтастағы Ахико драмасы көрерменді тәнті етті. Сол тағдырды көре отырып, бейжай қалмайды. Адам ойланады, жаны тебіренеді, толғанады. Осыны пайдалану керек деп айтам, өйткені біз өзіміздің сорпамызда өзіміз қайнай бермей, шетке де шығып, басқа елге, мемлекетке барып, көріп, бөлісіп, олардың қабылдауын қарап, оларды біз қалай қабылдаймыз. Аталмыш сапар аясында бұл мақсатта орындалды деуге болады. Қойылымнан соң өнер ұжымы кездесулер өткізіп, Жапонияның Но Кабуки және Сузуки дәстүрлі театрларында болды. Ердәулет Байдуллаев, қорытынды жаңалықтар, Токио.